Жаяу сапар кезінде 4 адам қайтыс болғаннан кейін әлеуметтік желілерде, соның ішінде Фейсбукта ашу-ызаға толы пікірлер толастай бастады. Қазіргі жас буын жаңа нәрсеге тез үйреніп, тез тәуелді болады. Былайынша айтқанда, оны жарылу уақытын күтіп отырған бомба десе де болады. Ол балалар өз-өзіне қол жұмсайды, бірақ Instagram парақшасын ашып қарасаң, жеткіншектің ондай ойы болғанына дәлел де, біліп аларлық ештеңе таба алмайсыз. Цукерберг мырза, өткен түнде қандай қонақ үйде тұрақтағаныңызды бізге айтып қойғыңыз келмей ме? Жоқ. Фейсбукта көп отыратын адамдар онда аз уақыт өткізетіндерге қарағанда депрессияға жиі ұшырайды. Әлеуметтік желілер қарым-қатынастарды бұзып, уақыт пен ақшаны шығындап, жалпы өмірді де құртады. Қазіргі заманда адам болу өміріңіздің әрбір секунд сайын бір нәрсенің немесе құбылыстың ықпалына ұшырау дегенді білдіреді. Ол сіздің қай тілде сөйлегеніңізге, қаншалықты ақылды екеніңізге, жалпы кімнің не білетініне байланысты емес, ол сіздің сана сезіміңіздің қалай жұмыс істейтініне байланысты. Алпауыт әлеуметтік желі компанияларының көбі көңіл аулау инженерлерінің қызметін пайдаланатынын білеміз. Олар Лас-Вегастағы казино ойындарының жұмыс істеу принциптерін қолданады. Ондағы басты мақсат компаниялар ұсынатын өнімдерге адамдарды барынша тәуелді ету. Адамдар жалпы табиғатынан қоғамның мақұлдауын іздеп күтіп отырады. Біз расымен өзгелердің біз туралы не ойлайтынына өте көп мән береміз. Мәселен, Facebook парақшаңызға жаңа суретіңізді жүктегенде, біздің санамыз басқа адамдардың ол туралы не ойлайтынын білгісі келіп тұрады. Сол себепті суретке лайктар қойыла бастағанда, Facebook оны біле тұра әрине, жаңа суретіңізде мынанша лайк бар деп жеке хабарламалар жібере бастайды. Әлеуметтік желілердің алгоритмі сол сәтте біздің хабарлама күтіп отырғанымызды білетіндей. Себебі бізді біреу өз суретінде белгілесе, немесе өзіміз жаңасын жүктесек, көпшілікке ұнауды, жаңа лайктарды қалап тұрамыз. Менің не айтқым келіп отырғанын барлығымыз білеміз. Олар басымызды тесіп, ағзамызға вирус енгізіп тастаған сияқты. Қазір де біз жай жүріп бара жатып, әлеуметтік желілерде жұрттың пікірін білуге асығып бара жатамыз. Әлеуметтік желілерді белсенді пайдалану мен ұялы телефонымыз дофамин химиялық затын бөліп шығарады. Темекі тартқанда, ішімдік ішкенде, немесе азарттық ойындар ойнағанда да бөлінетін химиялық зат осы дофамин. Яғни оның өзіне тәуелді ету ықтималдығы өте жоғары. Түгел бір буын әлеуметтік желілер мен ұялы телефонды пайдалану арқылы түйсік пен сезімді тұншықтырып тастайтын дофамин химиялық затын оп-оңай тұтынып жүр. Оларда депрессиямен күресу, оған қарсы тұру механизмдері дамымаған, мүлде жоқ десе де болады. Сол себепті өмірінде депрессияның алғашқы белгілері байқала бастағанда, олар адамның көмегіне емес, әлеуметтік желілерге, уақытша жеңілдететін дүниелерге жүгінеді. Ғылыми зерттеулер Фейсбукта көп отыратын адамдар онда аз уақыт өткізетіндерге қарағанда депрессияға жиі ұшырайтынын көрсетеді. Бұл үлкен проблема, бұл тәуелділік. Кездесуге келіп алып, телефонды үстел үстіне қойып, минут сайын оған қарай беретін болсаңыз, сіз мен үшін дымға тұрғысыз адамсыз. Мұқтаж болғанда көмек сұрау қазіргі жас буынның қолынан келмейді, бірақ Instagram мен Фейсбукта барлығын әдемі етіп көрсетуден олар алдына жан салмайды. Ол балалар өзіне қол жұмсайды, бірақ Instagram парақшасын ашып қарасаң, депрессияда жүрген деп айтуға мүлде келмейді. Әлеуметтік желілерде адам өмірін жақсырақ етіп көрсетуге тырысады. Тек бақытты сәттерінің суреттерін салады, ол суреттердің өзін әдемірек көріну үшін өзгертеді. Яғни әлеуметтік желілердегі өмір мен шынайы өмірдің арасында айтарлықтай айырмашылық бар екенін түсіну керек. Себебі Instagramда барлығының әдемі және бақытты екенін көріп, басқа адамдарда мен неге осындай әдемі, осындай бақытты емеспін деген ой пайда болуы мүмкін. Сырт көзге бақытты болып көрінетін адамдардың көбі шынайы өмірде көңілі көншімеген болуы мүмкін. Әлеуметтік желілер шынайы сенуге тұрарлық нәрсе емес. Ол жақтан сіз шын өмірді көріп, зерттей алмайсыз. Өміріңіздің 99% камераға түсірілмейді. Қарапайым күнделікті өмірдің әлеуметтік желілердегі гламурға, фильтрларға еш қатысы жоқ. Сол себепті өзіңіздің шынайы өміріңізді өзгелердің әлеуметтік желілердегі өтірік, жылтырақ өмірмен салыстырудың қажеті жоқ. Басқа адамдар мен олардың өмірін өзіңіздің өміріңізбен теңестіру, оларды бақытты өмір, әдемі келбеттің көрсеткіші не мысал ретінде қарастырудың да пайдасы жоқ. Сіз басқа адамға ұқсап, соның өмірін қайталауға тырысуды тоқтатқан кезде ғана бақытты бола аласыз. Осының барлығы адамды депрессияға ұшырататынын олар өте жақсы біледі, бірақ соны біле тұра біз сұрамаған және рұқсат бермеген екпені бізге жаппай салып тастаған секілді. Қазіргі заманда бір нәрсені жасырып қалу өте қиын. Ақпараттың түр-түріне еркін қол жеткізуге болады. Әлеуметтік желілер сіздің қарым-қатынасыңызды құртады, уақытыңыз бен ақшаңызды шығындап, жалпы өміріңізді жақсы жаққа өзгерте қоймайды. Осы аптада қаталмасқан адамдарыңыздың есімдерін бізге айта аласыз ба? Жоқ. Тобыл медиамен аударылған және дыбысталған.